Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Венераның асханасы деп аталатын осындай керемет лағманның рецептімен сіздермен бөліспекшімін. Алдымен ең маңыздысы бұл лағманның тестосы. Тесто жасау үшін міне бір кесе, сорпа ішетін кесеге суық суды құйдым, бір қасық тұз салдым, бір жұмыртқаны салып, жақсылап осылай араластырып аламын. Ұнымыз бізде 500 граммдай ұн, 500-600 грамм, сол ұнға жаңағы жасаған сұйықтығымызды құйып, жақсылап илейміз. Қамыр қатты болу керек. Міне көрініп тұр, өзі қатты иленген. Қаттырақ қамыр илеп, осы салафанға салып қоямыз. Салафанда бір 20 минуттай тұрады. 20 минуттан кейін жүп-жұмсақ болып, осындай тесто болады. Тестоны алып, оқтаулап жаямыз. Осындай 5 миллиметрде, қатты қалың емес, жұқа болмау керек. Осындай қалыңдықта жайып, осындай ұзыншалап турап аламыз. Үстіне сұйық майды жағып, біртіндеп алып, міне осылай созып, қатты созбайсыздар, аса жай майды жағып созасыздар да, осылай тарелканың үстіне осылай дәл осылай тізіп жинай бересіздер, майды жағып отырып. Міне тізіп қойдық уже, дайын. Бұны осы тарелкада 20 минуттай тұрады. 20 минуттан кейін ашып, міне келесі кезекте осылай бір келкі қылып жайлап созады. Бұны созуда менің жолдасым Олжас өзі мастер. Неше жылдан бері осылай демалыс күндер маған көмектесіп, лағман созып береді бізге, жанұямызды. Осылай жасап, осы әдіспен ұрғыштап, міне көріп тұрғандарыңыздай, осылай жасап аламыз. Суға тұз саламыз. Қайнаған суға жаңағы лапшамызды саламыз да, жақсылап жабыс қалмайтыны вилкамен араластырып тұрып, осылай саламыз қазанымызға. Бір 2 минут қайнайды, ары кетсе, лапшамыз жоғары көтеріліп, осылай 2 минутта жоғары көтергенде уже дайын деген сөз. Міне 2-3 минутта дайын болады. Тез сүзіп аламыз да бұл лапшаларымызды. Осылай сүзекімен сүзіп алып, суық суға саламыз. Суық су дайындап қойдым, мінекей суық суға салып, жақсылап сүзіп алып, келесі ыдысымызға саламыз. Жақсылап сүзіп алу керек. Ыдысымызға салып, мінекей уже лапшамыз дайын. Керемет бір келкі жақсы болып шықты. Келесі кезекте мінекей подливы үстіндегі. Бұл да ең маңызды рөл атқарады әрине. Мен етті тез пісетін ет, омыртқа етін алдым. Омыртқаның еті, сиыр еті жіңішкелеп тура алдым. Көріп тұрғаныңыздай, қыстың күні перецтер қымбат болғасын, менде замороженный перец, болгарский перец, және пекин капустасы, зелендер жазып қоям подробныйға, бүкіл мөлшермен қанша керек екен. Міне сұйық майды қазанға құйып, жақсылап қызғаннан кейін етті әбден қуырамыз. Су тартылғанша, етті қуырып, су тартылғанша қызартып, 2 қасық соевый соус құямыз. Одан кейін тұзын салып, міне пекин капустаның қатты жерлерін турайсыздар. Міне астыңғы жағы болады ғой, қатты жерлері, соларды турап алдым. Осылай 4 бұрышты қылып, кубиктап турап алып, жақсылап қуырамыз, екеуін араластырып. Қатты да емес, средний отта қуырып, онан кейін қалған заттарын саламыз. Морков салдым мұнда, редканы салып жібердім, пияз салдым, дәмдеуіштерін салдым. Для лагмана дәмдеуіш, паприка, қызыл бұрыш қосуға болады. Бәрін жақсылап араластырып қуырып болған соң, міне су құйдым үстіне жақсылап, қайнаған суды құйып, бір 20 минутта еті піскенше ұстаймыз да. Одан 20 минуттан кейін міне картопты салдым. Картопты кубиктап турадым. Міне дайын уже лапшамызды тарелкаға салып, үстіне подливын құйдым. Өте дәмді болады. Жанұяларыңызға жасап қуантыңыздар. Біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Венераның асханасы деп аталатын канал. Көп рахмет назар аударғандарыңызға.